бір жылдан асты. Қаншалықты түсіністікпен қарайды? Деген ол құнды, ол қайтып айналып келмейді. Теңіздің үстіне шыққанда бізге бір минутымыз, әр сағатымыз, уақыттың қадірі өзгеруі мүмкін. Ол бекіре мен браконьердің екеуі екі бөлек. Заңсыз балық аулаған, яғни браконьерлермен күресу. Су полициясының жұмысы туралы бәріміз біле бермейміз. Олар табиғаттың ең бағалы байлығы балық қорының сақталуы үшін күн-түн демей күресіп, су айдындарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Есенсіз бе көрермен, бүгін сіздермен сақшымен сырласу бағдарламасын бастаймыз. Біз әдеттегідей бұл бағдарламада полиция қызметкерлері мен олардың күнделікті қызметі, қиындықтары мен жетістіктері жайлы әңгімелесіп, қызметтің беймәлім қырларына үңілетін боламыз. Ендеше бүгінгі шығарылымымыздың қонағы Атырау облысы полиция департаменті балық қорына қарсы қылмыстық күрес бөлімінің қызметкері полиция капитаны Ануар Тынысбаев. Қайырлы күн, капитан мырза, көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыз ба, көңіл күйім жақсы. Ең алдымен сұхбатымызға арқау болсын. Су полициясының күнделікті қызметінің міндеттемелері қандай? Сол туралы әңгіме айтсақ. Су полициясының күнделікті міндеті таңертең 8:30-нан жұмысқа келеміз. Жұмысқа келгеннен кейін басшы құрамдарға жиналыс болады, жиналыста нұсқау аламыз. Нұсқау алғанда бірінші ол қауіпсіздікті өзімізден бастаймыз. Қауіпсіздікті өзімізден бастап, суға шығар кезде үстімізге киетін жилетімізді соларды алып суға шығамыз. Содан кейін судың үстіндегі қылмыстарды жалғыз су емес, біздер жел машинамен де шығамыз. Ол жерде тыйым салынған жерлер бар, яғни балық аулауға болмайтын жерлер бар. Сол жердің бәрін қадағалаймыз, қылмысты болдырмаймыз, алдын аламыз. Әкімшілік құқықбұзушылықты қараймыз, оны да алдын аламыз. Қауіпсіздік шараларымыз деген сияқты. Үлкен болса, үлкен болса тарту керек. Сіздің қызметіңіздегі ең жиі кездесетін құқық бұзушылық түрлері қандай? Менің қызметімде ең жиі кездесетін құқық бұзушылық түрі ол белгіленбеген жерден заңсыз балық аулап. Сетка, мысалы қаланың іштерінде сетка ауылы болмайды. Ал мына жақта тоже тыйым салынған жерлер бар, қармақпен аулау болмайтын жерлер бар, солар кездеседі бізге. Ал осы балық қорларының заңсыз пайдаланушыларына қарсы қандай іс-шаралар жүргізесіздер? Бұл жедел іс-шаралар өтеді. Мысалы жылына күзгі және көктемгі екі маусымға бізде бекіре іс-шарасы болады. Сол бекіре іс-шарасы кезінде біз мысалы заңсыз балық аулаған қайықпен болсын, былай да машинамен де аулайтындар болсын, солардың заңдылығын қараймыз. Сосын біздер екінші браконьер жүреді. Ол бекіре мен браконьердің екеуі екі бөлек. Бекіре деген ол заңсыз балық аулаған болса, ал браконьеріміз дегеніміз ол дейтін заңсыз аң аулағандар. Ол судың үстінде емес, ол құрлықта болады, аң аулаған, қырда, далада болады. Заңсыз балық аулаушыларды қайықпен, өзіміздің қайығымызбен анықтаймыз. Немесе біздің жүзек операторына хабарлама келіп түседі. Біз іште кезекші бөлімге хабарлама келіп түседі. Біздерде суткісіне жедел топ болады. Сол жедел топқа хабарлама беріледі, бағыттан беріледі. Сол бойынша барып анықтаймыз. Егер көмек керек болса, өзіміз әріптестеріміз шақыртамыз. Жол қызметі, полиция қызметкерлері, учаскелік инспекторлар бар, жедел топ, тергеу тобы. Егер анықталып жатса, жедел тергеу тобын шақыртамыз. Заман қарыштап алға жылжыған сайын, кез келген көлік болсын, техникалардың қолданысы өзгеруі мүмкін. Ал осы заманауи техникалар браконьерлерді ұстауға, анықтауға қандай да бір септігін тигізеді ме? Ықтималы қандай? Әрине, қазір біздерге мен осы қызметте жүргеніме, осы балық қорларының бөлімде жүргеніме бір жылдан асты. Сол бір жылдан ішінде бізге жаңадан 4 қайық берілді. Ол жаңа қайықтардың скоростары жылдамдығы, ерекшелігі, жылдамдықтары жақсы, GPS-тары бар. Ол GPS дегеніміз ол өте керек нәрсе. Ол теңіздің үстіне шыққанда бізге сондай керек болады GPS деген. Жаңа қайықтың пайдасы, мысалы бізге жүзек операторынан хабарлама келіп түседі, оқыс оқиғалар келіп түседі. Сол кезде хабарлама тез бара аламыз.
тез тауып бара аламыз. Кезекшілік барысында ең қиын қандай жағдай орын алды? Есіңізде қалған оқиғамен бөліссеңіз. Көктем мезгілі, яғни мына мұздың жаңадан еріген уақытында 102 операторынан біздің кезекші бөлімге хабарлама келіп түсті. Яғни балықшы мостынан жасөспірім бала суға секірді деген хабарлама келіп түсті. Абырой болғанда біз хабарламаға уақытында барып, жасөспірімді аман-есен алып қалдық, жедел жәрдемге тапсырдық. Енді мен Атырау халқына айтарым, мына судың жағасы дейтін өте қауіпті, өзіміз жүргенсін білеміз. Сондықтан балаларыңызды қайда жүрсеңіз қадағалаңыздар. Су дейтін тілсіз жау дейді. Ол жалғыз бала емес, үлкен кісілерді де аяқ астынан кетіп қалып жатыр. Сондықтан қауіпсіздік шараларын сақтаған жақсы. Сіздің жұмысыңыз тәулік бойы қырағылықты талап етеді. Тіпті қауіпті болуы да мүмкін. Бұл жақындарыңыздың, жанашыр жандарыңыздың, отбасыңыздың алаңдаушылығын тудыратын шығар. Ал сіздің су полициясындағы қызметіңізге отбасыңыз қаншалықты түсіністікпен қарайды? Әрине, мен осы мамандықты өзім таңдап, осыған кірер кезде ант қабылдадық. Енді ант қабылдағаннан кейін отбасымда білет, мен жұмысымыздың қиын екенін де білет. Біз іс-сапарға кетеміз. Сол кезде де отбасым, жанұям түсініспеушілікпен қарайды. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, сіздердің тәулік бойғы жұмыстарыңыз, қызметтеріңіз міне осы жерде, дәл осы кемелердің үстінде. Ал осы жұмыс кезінде өзіңіздің отбасыңыз бен жұмысыңыздың арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтайсыз? Әрине, енді ол тепе-теңдікті бірдей сақтаймыз. Жұмыс уақытымыз 12 сағат жұмыста болсақ, 12 сағат үйде болған уақытта, демалған уақытымызда семьяммен шығып, қыдыртып, бала-шағамның жағдайын сұрап, сабақтағы жағдайларын сұраймыз. Тепе-теңдік сол да, енді отбасымен бірге болу, бірге ас ішу. Осы қызмет еткен жылдар аралығында өзіңізге қандай сабақ алдыңыз? Қазіргі заман тілімен айтқанда инсайттарыңызбен бөліссеңіз. Мен осы жұмыста ең түйгенім өзіме уақыттың қадірі. Уақыт деген ол құнды, ол қайтып айналып келмейді. Яғни біздің жұмыстың тілімен айтқанда біздерге 102 оператордан хабарлама келіп түскен жағдайда біз оның уақытында бару керекпіз. Яғни ол жерде адамның тағдыры болып жатыр. Қазір уақыт, секунд бізге санаулы. Жұмыста жүріп түйгенім достың қадірі, отбасының қадірі. Бізде енді мына жұмыста жүргеннен кейін уақытымыздың көбі жұмыспен кетеді. Сондықтан достың да қадірін түсінеміз. Түсініп жатыр. Отбасымыздың да үйде бізді күтіп отырған. Жауабыңызға көп рахмет. Біз сұхбат басынан сіздің қызметіңіздің қыр-сырын, бізге беймәлім тұстарын көре білгендей болдық. Ал енді сіз өзіңіз туралы айтып берсеңіз, қай жерденсіз? Жұмыстан бос уақытыңызда немен айналысасыз? Мен өзім Атырау облысы Қызылқұм ауданы Мұқыр селосында өмірге келгенмін. Сол Мұқыр орта мектебінде қазір заманда колледжіне студент болып түсіп, 2010 жылы бітіріп, 2010 армияға барып, одан кейін армиядан келгеннен кейін 2013 жылы осы мамандыққа кірдік. Әскерде жүрген уақытында осы мамандыққа қатты қызығушылық танытып, қызығушылығым ашылып, осы армиядан келгеннен кейін 2013 жылы осы Атырау облысы полиция департаментіне кірдім. 2013-тен мен 20-ға дейін Атырау облысы полиция департаменті көші-қон қызмет басқармасында инспектор қызмет атқардым. Одан кейін Атырау облысы Жылой ауданы теңіз полиция бөлімшесінде кезекші міндетімді атқардым. Енді сол кезекші міндетін атқарғаннан кейін 2023 жылы Атырау облысы балық қорларына қылмыстық қол сұғушы қарсы күрес бөлімінің инспекторы болып тағайындалып, қазір уақытта осы қызметті атқарып жатырмын. Енді мен жұмыста бос уақытымда отбасым арнаймын, отбасым осы қалада тұрады. Жас ұрпаққа, әсіресе табиғатты қорғау саласына қызметке орналасқысы келетін жандарға қандай кеңес берер едіңіз? Ең бірінші осы полиция қызметкеріне орналасқан жас қызметкерлерге айтарым, осы қызметке орналасқан кездегі қабылдаған анттарына адал болсын деймін. Қабылдаған анттарына адал болып, еліне адал қызмет етсін деймін. Және де осы мына балық қорларына қылмыстық қол сұғушы қарсы күрес бөліміне қызметкерлерге айтарым, судың үстінде жүрген кезде қауіпсіздік шараларын сақтап, енді
басында айтып өткендей біздің жұмыс судың үстінде қиындық қатер мен қиындығы бірге жүреді, бірақ сонда денсаулықтарын күтіп уақыттың қадірін былайша айтқанда енді пунктуальный болған жақсы, пунктуальный болып қойған нұсқамаларды дұрыстап орындасын дейміз. Сабырлы болсын деймін, қылмысқа жол бермесін деймін. Құрметті Ануар мырза, бүгін бізге уақытыңызды бөліп, қызметіңіздің қыры-сырымен бөліскеніңіз үшін бек рахмет. Сіздің осындай ел қауіпсіздігі үшін жасап жатқан ерен еңбектеріңіз бағалана берсін, табысты болыңыз. Сізге де рахмет. Қадірменді көрермендер, бұл Сақшымен сырласу бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше сау болыңыз.